жауапкершілікті қалай сезініп жүрсіз? Өнерге өгейлік жасап кететін кездеріміз болады, ол жасырын емес. Өзіңізге көңіліңіз тола ма? Толдым деп бірден тойып кету ол адамды төменге қарай құлдыратады. Сол айтыста мен ең алғаш Ақжайықтың Аңызулы ақыны Қайнабек Бейсенғалиевпен шықтым. Сіздің айтыстан алған ең үлкен жүлдеңіз? Бір машина болсын, телевизор, басқа да. Соларды жинап, сол апам ұзатылғанда сол зат ретінде бергем. Алып қашам қарадыдыр ағайын, қанша жерден қарсы болсын бұл мейлі. Осы айтыстан кейін не болды, алып қашыңыз ба? Тойларда беташар айтасыз. Енді өзіңіз қашан үйленесіз және сіздің тойыңызда кім беташар айтады? Сұрақтарың тиеден түскендей болып жатыр. Тәрбиелі бағдарламаң көп болсыншы, мынау барша еліңе ұнайтын бар. Әйтпесе ютуб ташшаң толып кетті, іш киімің қанша деп сұрайтындар. Сәлем достар. Жастылап YouTube арнасында қонақта айтыскер ақын, сазгер Орынбек Меңдіқұл ағамыз. Қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет. Бірінші сұрағым сізге өзіңізді қысқаша таныстырып кетсеңіз. Енді қысқаша таныстырсам, енді бізде қайбір өмірбаян бар дейсің. Бірақ енді қысқаша айтып кетейін. Мен өзім 1995 жылы 23 желтоқсан Жаңақала ауданы Айдархан деген Алақандай ауылда дүниеге келдім. Сол ауылда туып өстім. Сол ауылда 11 жылдық мектепті тәмамдадым. Одан кейін мынау Махамбет Өтемісов атындағы Қара Шаңырақ. Сол шаңырақта мәдениет және өнер факультетін мәдениеттану жұмыс мамандығын бітірдім. Содан кейін сол дипломыма сәйкес деп айтайын, мәдениет саласында қызмет етіп келе жатырмын. Жақсы. Ақын сазгер ретінде жауапкершілікті қалай сезініп жүрсіз? Енді анау Төлеген Айбергенов атамыздың, ұлы ақынның айтқаны бар ғой, ақын болу оңай деймісің қарағым деп. Енді ақын болу, жалпы ақын болу ғана емес, жалпы өнер адамы болу өте оңай емес. Оны бір ұстап жүруге бір үлкен ұстамдылық керек. Енді барынша жауапкершілікпен қарап жүрміз ғой деп айта аламын. Бірақ кейбір жерлерде өнерге қастандық жасап, өнерге өгейлік жасап кететін кездеріміз болады, ол жасырын емес. Ол анау әдебиет ардың ісі деген бар. Сол ардың ісіне барынша берік болуға тырысамыз, бірақ кейбір жасыратын жоқ, кейбір тіршілік қуып, кейде бір сол бір таптаза айнаға айғыз түріп алатын кездеріміз болады. Ол тек қана менің басымда ғана емес, барша өнер адамдарының басында болады ғой деген ойдамын. Бірақ өнер деген ол Меліс Қосынбаев айтқандай, әрбір адам Құдайдың өз қолына берген аспабына ие болу керек дейді. Сол барынша сол өнер деген аспабымызға ие болуға тырысып жүрміз. Енді ақын болу, сазгер болу екеуі екі талай нәрсе. Мен кейін келе түсінгенім, енді ақын болу да оңай нәрсе емес, бірақ сазгер болу одан да қиын екен. Себебі ән деген өте нәзік нәрсе. Өлеңнің шумақтары сияқты миыңда жаттап жүре алмайсың. Ыңылдап бірден келіп қалған кезде диктофонға бір нәрсеге жазып алмасаң, ол ән шала күйінде өліп қалады екен. Кейін осы ән жаза бастағанда түсінгенім. Енді жалпы осы екі өнерде алып қарайтын болсам, мен ол ақындық өлең құрау, енді қазақ айтады, ат үстіндегінің 6 ауыз, түйе үстіндегінің 4 ауыз өлеңі бар дейді. Бірақ енді сол ақындық әкемнен бұрын ата бабамнан, әкемнен қонған, әкенің қанымен, ананың сүтімен берілген бір дарын деп айта аламын, Құдайдың нығметі ол. Ал енді сазгерлік деген ол кейін бертін келе пайда болған. Мен ән жазғаным көп болған жоқ. Соны 2017 жылдан бастап болар шындап кіріскен. Енді сол екі өнерді, ол екі өнер деген ол бір таудың салмағындай нәрсе. Сол екі өнерді иығыма көтеріп келе жатырмын. Енді кейде бір иығым басып кетіп, кейде мына иығым басып кетіп, кейде ана иығым басып кететін сәттер болады.
бірақ соған қарамастан барынша сол екеуін екі иығымды тең ұстауға тырысып жүрмін. Өзіңізге көңіліңіз тола ма? Анау айтады ғой, көбіне айтады, өзіне көңілім толдым болдым деген адам сол жерден тоқтайды. Енді өнер саласында болсын, жалпы басқа салаларда болсын, толдым деп бірден тойып кету ол адамды төменге қарай құлдыратады. Мен кейбір нәрселерге де көңілім толады, бірақ сол толды екен деп тоқтап қалмаймын. Әрмен қарай ізденісімді, еңбегімді жалғастыра беремін. Өзіме көңілім қалай, мен 100% болса адам болсам, мен өзіме көңілім бір 40%-ға ғана, 50%-ға ғана толатын шығар. Себебі әлі де маған ізденіс керек, әлі де бір қажыр қайрат керек қой деп ойлаймын. Өзіме көңілім толмайтын тұстар көп өте. Мектепте қандай оқушы болдыңыз? Мен мектепте орташа оқыдым. Тап бір 5-ке оқып, ортаны жарып, невроолимпиадаларға қатысқан оқушы болған жоқпын. Содан кейін мектепте қазір тілмен пассивный дейді ғой. Момын сондай оқушы болдым мектепте. Артық партада отыратын ылғи. Өз қиялым өзімде. Сондай оқушы болдым. Жалпы айтқанда енді бір аса бір қатты мектеп кезінде жарып тұратын оқушылар болады ғой. Анаған да қатысып, мынаған да қатысып, линейкаларда дақпақ айтып жүретін балалар. Ондай болған жоқпын мен. Мен бертін келе ашылған. Бұған дейін енді адамның өзі ортасы өзгертеді ғой. Адамды ең орта тәрбиелейді, ата-анадан кейін орта тәрбиелейді. Сол ортаның тәрбиесі болар, ашылып, ел алдына шыққаннан кейін де сахнаның да бір үйреткені олар осы. Еркіндікке, бір риясыздыққа үйреткен. Бірақ енді сол мектеп кезінде сол орташа, сол мінез жағынан момын, бір қалыпты оқушы болдым сондай. Ақындық өнеріңіз қай жастан басталды және айтыстарға неше жасыңызда шықтыңыз? Сол мен жалпы маған сабақ берген Балқия Сиражқызы дейтін апай, ол кісі өзі де ақын жанды адам еді. Өзі де бір өлең құрайтын қасиеті болған. Енді қазіргі жастар, қазіргі сендердің толқындарың біле ме білмеймін, оны анық білмедім. Бірақ Асылбек Ишанов деген құйрықты жұлдыздай жарқ етіп өткен 22 жасында ғана дүниеден озған, сол және 22 жасына дейін бүкіл Алашқа атын әйгілі алып кеткен Асылбек Ишанов деген ағамыз болған, өмірден өткен. Сол кісіге сабақ берген, сол кісінің ұстазы, кейін мен қолыма қалам ұстатқан алғашқы ұстазым болып табылады. Сол ең алғаш мектептерде шығарма жазамыз. Сол шығарма жаздар әлі есімде 2-ші сыныпта ғой деймін. 2-ші сыныпта тапсырма берді шығарма жазуға, белгілі бір жаман әдеттер туралы. Соның астына бір 4 жыл өлең жазып, содан кейін сол апай сол менің талабымды байқап, содан кейін жаңағы мен өзім шимай шатпақтарымды апайға жазып алып барамын. Ол кісі жаңағы түзеп береді кейбір, енді ол кезде өлең техникасы, жалпы өлең деген түсінікке тақпақ деп қарайтын кездер ғой ол кездер. Сол кезде өлең не екенін ұғындырып, түсіндіріп, алғашқы менің қолыма қалам және әліпби үйреткен ұстазым да сол кісі. Алғашқы ұлы өнер жолына қадам бастырғанда сол кісі болып табылады. Мен алғашқы ұстаз деп мен сол кісіні айта аламын. Одан кейін енді сөйтіп дамып жетіліп ары қарай ізденіп өзімізше айтыс жолына бет бұрдық. Мен сол айтыс жолына Асылбек ағамды жоқтатпау үшін шықтым. Соның атын жоқтатпау үшін шықтым. Ең есімде әлі 2012 жылы сол Асылбек Ишановты еске алуға арналған облыстық көмкерген гүл ғұмыр деген айтыс болды. Сол айтыста мен ең алғаш Ақжайықтың азулы ақыны Айнабек Бейсенғалиевпен шықтым. Сол айтыста мен тұсауымды кескен сол Айнабек ағам әлі есімде сол шумақтары. Өйткені мен де айтыстың әліппесін Асылбекті еске алып бастағанмын деп мен сол айтыста тұсауымды кесіп ақ батасын беріп, ұлы өнер жолына қадам бастырып жіберді. Одан кейін енді біраз айтыстарға, біраз жетістіктерге де жеттік. Сол айтыс жолында тайғанамай келе жатырмын. Сол ең бірінші ұстазым. Одан кейін сол Айнабек ағамыздың ақ батасының арқасы ғой деп ойлаймын.
Ең алғаш айтыс сахнасына қадам басқаным мен 9-шы сынып бітіргенімде болды, яғни 16 жасымда болуым керек, қателеспесем. Содан бері менің айтыс сахнасына шыққаныма да бір 10 жылдай болып қалыпты. Енді зымыраған уақыт, енді уақыттың алдына арқан келіп тоқтата алмайсың. Ойлап отырсам, сол айтыс сахнасына шыққаныма да 10 жыл болып қалыпты. Енді келер жылы сол 10 жыл болады айтыс сахнасына шыққаныма. Енді сол 10 жылда көп нәрсе түйдік, білдік, жетістіктерге жеттік. Әрине, Қытайлардың мақалы бар, тек қана жатқан адам сүрінбейді деген. Бірақ сол сүріндік, қатемізді түзедік. Алдыңғы буын аға-апаларымыздың ақылымен кемге тұстарымызды толтырып, әлі сол кісілердің ақылын тыңдап, сол өнер жолында келе жатырмыз. Сазгерлік өнер қалай басталды? Жаңа айттым ғой, кейін бертін келе пайда болған деп. Мен сазгерлік өнерім, менің өзі әкем Шәмшінің әндерін тыңдайды. Өте көп тыңдайды Шәмшінің әндерін. Жаңа Шәмшінің тыңдамайтын қазақ жоқ. Шәмшінің әні той-думанда болсын, қазақ халқының бас қосқан жақсылығының бәрінде орындалады ғой. Бірақ менің әкем Шәмшіге деген, Шәмшінің өнеріне деген құрметі өте ерекше, бөлек. Сол Шәмшінің әндерін, әкемнің тыңдап жүрген мен құлағыма сіңіп қалған ғой әндері. Сол бір сөзбен айтқанда, сол Шәмшіні тану, Шәмшіні тыңдау арқылы осы ән саласына келдім мен. Ең алғаш әнім сол 2017 жылдары жарық көрді. Енді мен білмеймін, жолдың болғыштығына бірден сол Әбдіжаппар Әлқожа әндерін орындап халықтың жүрегіне жетті. Енді оның басты нәрсе ол әннің сөзі. Сол Талғат ағам біраз әннің сөз жазып, сол Талғат ағамның үлкен зор үлесі көп, ол кісіні айтпай кетуге болмайды. Сол екеуміз біраз әндер жазып, кейіннен Әбдіжаппар Әлқожаның үлкен жаңа еліміздің басты өнер сарайы, республика сарайында әнімізді орындап, сол кезде бір түсіндік, еңбектеніп, қажырлы еңбек етіп, мысалы Оралда жатып та болса бүкіл қазақтың мойындатуға болады екен ғой деген ойға келдік. Сіздердің жас талап өнер орталығы сияқты, мысалы қарап тұрсаң, бәрі талшыбықтай бүлдіршін балалар, бірақ қарап отырсаң, қазір оларды білмейтін адам кемдеген сериалдар, қаншама дүниелер жасалып жатыр осында. Оның өзі енді үлкен қажыр қайрат, еңбекпен келетін нәрсе. Еңбек ол әлемнің әміршісі дейді. Сол еңбектенген адам ғана сол өзінің көздеген мақсатына, жетістігіне жете алады ғой деген ойдамын. Енді ән саласына да сол еңбек арқылы, әрине мен Шәмші сияқты үлкен бір туа бітті композитор емеспін, олай деп айтудан аулақпын. Болмасаң да ұқсап бақ дейді Абай атамыз. Болмасақ та ұқсап бағып, осы еңбектеніп, осы ән саласында келе жатырмыз. Ән саласына келуіме жалпы басты үлкен әсерін тигізген әкем мен сол Шәмші. Әбдіжаппар Әлқожаның өлеңдерін жазып жүргеніңізді білеміз. Онымен қалай араласып өлең жазып кеттіңіз? 2017 жылы Талғат ағамның Қылшықұм деген кітабындағы өлеңдерге ән жаза бастадым. Ең алғаш күз бен қыз, одан кейін махаббат өмірді гүл сүрмек. Сол барлығы сол студент кезінде жарық көрген Талғат ағамыздың кітабында бар өлеңдер, тексттер ғой, дайын. Соларға өлең жаза бастадым. Сосын ағамыз бірден айтты, бұны үлкен көлемде, ел тыңдайтындай көлемде шығару керек деп. Сол Талғат ағамның өзінің досы бар, Оразбек Қиынбаев деген біраз әндердің сөзін жазған. Болат Абдуллиннің орындауындағы әндер, Әбдіжаппар ағамыздың орындауындағы біраз әндерді жазған. Сол кісі арқылы, сол кісіге жібердік. Басында Талғат ағам жіберген, одан кейін ол Әбдіжаппар Әлқожаға жіберіп, кейіннен сол Әбдіжаппар ағамызға ұнап қалып әндеріміз. Содан кейін андай қалай тығыз шығармашылық байланысқа көштік. Содан бері енді ойлап қарасақ, енді біраз ән жазып тастаппыз. Талғат ағамыздың өзінің менің әнімді айтпағанда біршама сазгерлердің әнін жазған. Жалпы солай шығармашылық тығыз байланысқа, солай 2017 жылдары солай түстік.
Қазіргі жағдайлар шығармашылығыңызға әсер етіп жатыр ма? Карантин сізге нені ұқтырды? Қазіргі жағдай тек қана маған ғана емес, ол еліміздің бүкіл, еліміз емес, әлемдегі бүкіл салаға, әлем бойынша бүкіл салаға ол өзінің әсерін тигізді. Кері әсерін де тигізді, оң әсері де бар. Құдайдың әрбірісінде бір қайыр бар. Мен ана бір ақпараттан көргем. Ең алғаш сол карантин болған кезде Венеция дейтін анау теңізде, судың ортасында тұрған қала ғой. Сол кезде мысалы адамдар өзі карантинде жүруін тоқтатты ғой. Барлығы үйінде болды. Айналаға қоқыс, улы нәрселер шашылған жоқ. Сол кезде жаңа балықтар су бетіне шығып тыныстаған. Оның өзі мысалы Құдайдың беріп тұрған оларға деген мүмкіндігі де сол нәрсені ұқтырды маған. Табиғаттың бір ерекше тыныстауына ұқтырды. Себебі адамзат баласының қолымен жасалған қателіктер қаншама. Енді карантиннің бір жақсы жақтары болды. Жалпы мен үшін, өзім үшін жақсы жақтары болды. Себебі біздер анау Айзат Айдосұлы деген баланы сол карантин уақытында бір жарыққа шығардық. Сол карантинде жатып жазылған дүниелер барлығы сол баланы шығарған. Сосын енді маған нені ұқтырды дегенде, карантин ең бірінші ол жалпы қазақ баласына анау той ғой, енді той. Қазақтың той жүзгіні бар ма, бірақ енді тойды жарыс қылып, бәсеке қылып жіберіп, кейіннен күн көре алмай тұрған отбасылар соңға кесірінен шаңырақ ортасына түскенде талайларды көрдік. Бірақ осы карантин мұғым қазақты үнемшілдікке, бір сарапшыл болмауға үйреткен сияқты. Маған да соны ұқтырды өзіме де. Маған карантиннің ұқтырғаны сол нәрсе. Одан кейін жаңағы біздер карантин деп жақын жандарымызды көруден қалдық. Жалпы қолда барда алдының қадірін білу керек екенін ұқтырды. Жақын жанның ол жаныңа жақын іздеу керектігін ұқтырды. Жалпы енді тек қана маған ғана емес, мен ғана емес, барша әлем тұрғындарын ең басты нәрсе денсаулық. Денсаулық болмаса қай салаңда әлжуаз екенін, денсаулық болмаса кім болсаң да сен керек емес екеніңді ұқтырды ғой деп ойлаймын. Желіден тыңдар бізді атпал қазақ, ассалаумағалейкум сәлем бердік, байыппен істің артын баққан қазақ. 10 рет қолын жуып карантинде ұйқыдан тұрып қайта жатқан қазақ. Антисептик жетпесе спиртпен суды араластыруды тапқан қазақ. Біз біргеміз деген сол ұранменен ауруға маска киіп шапқан қазақ. Айдаһарлы елден шыққан вируспенен айдаһарша алысып оу жүргін жатқан қазақ. Қарайдым. Сіздің айтыстан алған ең үлкен жүлдеңіз? Менің енді айтыстан алған ең үлкен жүлдем, енді мен үлкен ақындар сияқты 30 көлік міндім, 20 көлік міндім деп айта алмаймын. Менің енді айтыстан алған ең үлкен жүлдем, енді сол айтысты көбіне енді ақшалай ғой, сол ақшалай жүлделер. Мен бірақ айтыстан бір жылдары айтыстар болды, андай тұрмыстық техникалар тігетін айтыстар болды. Кірмешіне болсын, телевизор, басқа да соларды жинап, сол апам ұзатылғанда сол зат ретінде бергем. Сол бір айтыстың үлкен тигізген пайдасы болды ғой деп ойлаймын. Енді айтыстан бұйырған жүлдені алып жатырмыз ғой енді. Бірақ сол енді ақшалай, басқалай да жүлделерді алып жатырмыз. Бастысы енді ол айтыстың ең үлкен жүлдесі көрерменнің белгілі бір, сен сол айтыста жүлде алмасаң да белгілі бір шумағанға ду етіп қол соқса, риза болса, сол ғой негізі айтыстың бас жүлдесі. Аға, сізге қазір айтыстың бір үзіндісін көрсетейін, содан кейін жалғастырамыз. Ей, жігіттің қызға дұрыс қырындауы,
жыбырлап бара жатыр мұрын жағы. Қытайларға суыршы қанжарыңды, қылышың сыймай жатса қынабың емендей алып бала тудырар ма? Қылдай боп желге сынар шыбық денең. Папасын тыңдамаған кей жігіттер бұл күнде кей жігіт болып жүрген жоқ па? Алып қашам қарады ағайын, қанша жерден қарсы болсын бұл мейлі. Осы айтыстан кейін не болды, алып қаштыңыз ба? Енді бұл енді қыз бен жігіт айтысы, ол жалпы айтыс өнеріндегі айтыстың түрлері көп қой. Қайым айтыс, түр айтыс, сүр айтыс, жұмбақ айтыс, қыз бен жігіт айтысы деген бар. Қыз бен жігіт айтысы бұл қазіргі таңда көрерменнің ең қатты бір ықыласпен күтетін айтыс болып табылады. Мен Жібек Шахмардан деген өзім замандасым, айтыстағы құрдасым, досым. Енді бұл алып қашатындай ондай ештеңе болған жоқ. Бұл енді патша көңіл көрерменнің, халық қаласа хан түйесін сояды дейді. Сол көрерменнің көңіл үшін, көрерменнің қалауы да сол қыз бен жігіт айтысы десе, сол қалауын орындауға деген оймен болған айтыс. Енді Жібек екеуміз енді былай өмірде сырласпыз, доспыз, досым, қанды көйлек жолдасым деп жатады ғой. Сол айтыстағы сол қанды көйлек жолдасым, досым, сырласым. Ондай алып қашатындай ондай ешқандай оқиға болған жоқ. Біз қыз алып қашсаңды соттап жіберді дейді ғой. Тойларда беташар айтасыз. Енді өзіңіз қашан үйленесіз және сіздің тойыңызда кім беташар айтады? Сұрақтарым тиеде түскендей болып жатыр. Құдайдың бұйыртқан күні бір үйленерміз енді. Жас болса 50-дің жартысына келіп қалды. Жалпы өзім біздің сыныптың балдары негізі, менімен бірге оқыған балдар негізі жай үйленейін тұр. Тек қана жалғыз мен емес. Солардың үйленбей жүргеніне де қарап сөзін жоғалтып қоямын. Енді бұйырса, жақын қалды, тойдың ауылы алыс емес. Енді мен бет ашып жүрмін тойларда, біраз келдің бетін аштым. Бірақ енді мен тойымда сол өнер жолындағы үлкен ағаларым ашатын шығар енді. Бет ашуға біраз талас болайып тұр енді. Бұйырса енді барлығыңызды тойға шақырамын ғой. Сол кезде көресіздер кім бет ашады. 15 жылдан кейін Орынбек Жөндіқұл қандай болады? 15 жылдан кейін мен жалпы өзім өмірде кімді кумир тұтасың десе, әкемді деп айтар едім. Енді сол 15 жылдан кейін сол әкемдей боламын деп ойлаймын. Сол кісідей болуға тырысамын. Сол 15 жылдан кейін өзім сол әкемдей болып қаламау деп елестедім. Ары қарай Құдайдың бұйыртқанын көреміз. Кітап оқып тұрасыз ба? Әрине, кітап оқымаса болмайды. Себебі ол айтыс ақындық жол деген, жалпы өнер жол деген ол үнемі ізденісті талап етіп тұратын нәрсе. Сондықтан кітап оқымаса болмайды. Оқып тұрамын. Сүйікті әдеби кейіпкеріңіз? Мен сүйікті әдеби кейіпкерім, мен негізі көбіне тарихи бағыттағы кітаптарды оқимын. Мен сүйікті әдеби кейіпкерім, және өмірде шынайы болғанда кейіпкер. Өзінде біраз жазып кеткендері бар. Өзі негізі сол әдеби кейіпкерге де айналып кетті ғой ол кісі. Оны толық сүйдеп айтуға болады. Бауыржан Момышұлы бағана осында сұхбат беруге келе жатқанда да Бауыржан Момышұлының рухына арналған Елбасына күн туса деген киноны қарап келдім. Бір сол кісінің бір ерліктерінен ерекше бір рухтануға, намысыңды қайрауға болады. Менің жалпы сүйікті сол кейіпкерім. Әдеби кейіпкерге де айналып кетті, әдеби кейіпкер деп айтуға болады ол кісіні. Ол кісі қалай деп айтсақ та жарасады. Тарихи кейіпкер болсын, әдеби кейіпкер деп болсын. Сол Бауыржан Момышұлы. Лақап атыңыз бар ма? Әркім әрқалай айта береді. Біреулер еркелетіп айтады. Аға апаларым. Жансая Мусина апамыз Ореш деп еркелетеді. Сол аға апаларымыз бәрі Ореш дейді. Сол көбісі енді сол Ореш деп атады. Сол лақап атпен
Енді сыныптастар арасында ойнап, әзілдеп, енді бұл мектеп кезінде болады ғой. Лақабаттар көп болды. Лақабатым сол жаңағы орыс деген балар, енді көбісі солай атайды. Өзіңізге ұнамайтын 3 қасиетіңіз? Ең бірінші қасиетім ол ашуланғанда көп ойлана алмай қалам. Кейіне бір содан опық жейтін кезім болады. Содан кейін кейде бір өкпелейтін кезде бір адамға бір өкпелейсің ғой, сол өкпемді кейде бір ұзақ сақтап қалатын кездерім болады. Оныма да өзім өкінемін. Оны да түзеу керек. Абай айтқан ортаңа өнеріңмен емес мінезіңмен сиясың деп. Сол мінездің түзейтін жақтары көп. Сондай жаман өзіме ұнамайтын қасиеттерім бар. Компьютерлік ойындар ойнайсыз? Енді достармен, кейде бір балалармен, өзім інілерім бар, сол інілермен бір бас қосып қалғанда PlayStation ойнайтынымыз бар. Енді бірақ аса бір қатты салынып ойнап, бір аккаунт сатып алады дей ме, өйтіп ойын тап олай қатты ойнамаймын. Өмірдегі басты жетістіктеріңіз? Ең бірінші адам болған, адам Құдай мені адам қылып жаратқан, сол ең бірінші басты жетістігім. Екінші жетістігім Құдай мені қазақ қылып жаратқан. Үшінші жетістігім сол менің, енді әр балаға өзінің әкесі қаһарман, әр балаға өзінің анасы аяулы ғой. Мен сондай бір қаһарман, аяулы адамдардың перзенті болған. Сол үлкен жетістіктерім ғой деп ойлаймын. Соңғы рет қашан жыладыңыз? Біздер өнер адамдар күнде жылайды. Енді шын жыласа соқыр көзден жас шығар дейді. Мен енді көп іштей жылайтын адам. Себебі айналадағы нәрселер, кейбір адамдардың пиғылдары болсын. Мен жалпы күнде жылаймын деуге болады. Айналада кейбір адамдардың пейілін, біреуге жақсылық ойласаң, ол сенің жақсылығыңды жаулық ниет деп қабылдаса, сол нәрсе үшін өте қатты жылаймын да. Кейде бір жаман ойлар келеді. Қазір біреуге жақсылық ойлайтын заман өтіп кетті ау деген. Енді әр адам әртүрлі, бес саусақ бірдей емес. Соның барлығын ойлай беріп, іштей жылап аламын. Ол енді күйзеліс, түңіліс деген ол бірақ өнер адамына бір ерекше шабыт та береді. Мұқағали атамыз айтқандай, өлең деген тулайды, қайшылықта өлең деген тумайды жайшылықта дейді. Сол қарама қайшылықтарды көрген кезде бір әдемі өлеңдер, әдемі әндер шығып кетіп жатады. Бір сондай нәрселер болады енді. Көбіне іштей жылайтын адам ғой. Қазір бетіңізде маска бар ма? Қазір ме? Қазір енді бағана сұхбаттан өзің аңғарып отқан шығарсың. Ешқандай маскасыз сұхбат беріп отырмын саған. Ашық, анық. Мен көбіне шынайылық жақсы көремін. Мен кейбір орталарға барған кезде кейбір адамдар өз болмысын өзгертіп жібереді. Бірақ мен сол адамдарда қандай болмыста бар, солай қабылдаймын. Олар мені сондай болмыста қабылдасын деп, мен де сол болмысымды ешқашан өзгертпеймін. Бетіме маска кимеймін. Медициналық масканы киіп жүр ғой бәріміз. Бірақ енді адами масканы қолданбаймын. Аға, сұрақтарға жауап бергеніңізге рахмет. Енді біздің осы арнаға арнау арнап бере аласыз ба? Әрине, енді ағынға қара сөзден өлең оңай дейді. Бір ауыз өлеңімізді арнап берейік. Домбыраға алып. Бой қөнер бергеннен соң Аллағымды, жарқыратып жүремін жан жағымды. Ал енді Мансұржанның ютубтағы арнасына арнайын арнауымды.
Бізден де мықтылармен сұхбат жасап, Мансұржан өсіре бер талғамыңды. Тынымсыз еңбек етіп, сол еңбегің алдыңа алып келсін арманыңды. Інімнің қабыл алдым шақырғанын, белім буып жіберуді мақұлдадым. Ал Мансұржан келелі сұхбат жаса, шақырып елдің батыр ақындарын. Бұйыртса азулыға айналғанда, шақырып сұрақ жаудыр әкім бәрін. Миллиондар сүйетін журналист бол, миллионнан асып кетсін оқырманыңа. Ақындар асқақ өлең құрайтындар, әрине сыбайтындар, сынайтындар. Тәрбиелі бағдарламаң көп болсыншы, мынау барша еліңе ұнайтын бар. Әйтпесе YouTube ташшаң толып кетті, іш киімің қанша деп сұрайтындар. Бауырым, сен олардай солып кетпе, жалындап жанбай жатып сөніп кетпе. Атағың алталашқа тарасыншы, атақты болып бірақ толып кетпе. Мұхитында жүзе бер жетістіктің, бірақ мұхит сапарбай болып кетпе. Өнердің құламатты байрақ әлі, қарасаң биік шыңға байланады. Жас талаптай орталық соңғы кезде қуантып жүр қаншама қаймананы. Сегіза деп аталатын сериал түсіріп, звезда қылмап еді қай баланы. Және оған кастингпен қабылдайды, демек қабылдамайды жай баланы. Жас талап осы жолдан жаңылмаса, талай додада бәйге алады. Бұйыртса жас талаптай орталығың фабрика звездаға айналады. Көп рахмет, сұхбатқа келгеніңізге рахмет, келісіп. Ал енді достар, осымен видеомыз аяқталды. Арнаға тіркеліп, лайктарыңызды басып, жақсы пікірлер қалдырып кетіңіздер. Ал ендеше сау болыңыздар.